Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл күйлерің жақсы ма? Бүгінгі ұйымдастырған оқу қызметіміз жаратылыстану, таным, білім беру саласы. Тақырыбымыз үй жануарларының қандай пайдасы бар? Сабағымыздың мақсаты үй жануарлар туралы түсініктерін қалыптастыру, төрттілік туралы мәлімет беру, үй жануарларының адам өмірінде қандай пайдасы бар? Үй жануарларының төлдері туралы білімдерін жетілдіру. Балалар, үй жануарларының қандай түрлерін білесіздер? Қане, кім айтады? Әлия айта қойшы. Үй жануарларының қандай түрлерін білесіздер? Жылқы, және де бұзау, сиыр, сиыр, ешкі, қой, түйе жатады екен, жарайсыңдар. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын болсақ, жылқы, орысша лошадь деп аталады, лошадь. Жылқының біздегі адам өміріндегі пайдасы қандай екен? Жылқыны біз мінсек, көлік болады, жесек, ет болады, тағам болады, өте жақсы, жарайсыңдар. Жылқының төлін не деп айтаймыз? Кәне, Маржан айта қойшы. Маржан айта қойшы. Жылқының төлін құлыншақ деп атаймыз, құлыншақ деп атаймыз. Жарайсың, отыра қой. Келесі, үй жануарына тоқталатын болсақ, ол түйе деп аталады, Түйенің төлін не деп айтамыз? Кәне? Бота деп айтамыз. Жарайсыңдар, тамаша. Түйенің адам өміріндегі пайдасы, оны да мінсек көлік болады екен, Ол өте суға төзімді, шөлейт жерлерде болады екен. Ерте заманда ата-бабамыз оларды жүк тасуға, үлкен ауыр жүктерді көтеруге пайдаланған екен. Одан ары қарай оның жүнін пайдаланса, жүнінен әртүрлі бұйымдар, яғни көрпе, жастық бұйымдарын жасайды екенбіз. Ал сүтін сусын ретінде шұбар қылып ішеді екенбіз. Өте жақсы. Келесіде біз қой, орысша баран, ағылшынша sheep деп аталады. Қойдың адам өміріндегі пайдасы, оны да жесек, ас қылып, ет қылып жеуге болады екен. Қойдың адам өміріндегі пайдасы, ары қарай айтатын болса, оның жүнінен әртүрлі бұйымдар жасаймыз. Яғни ол қолғап, аяғымызға шұлық, және де әртүрлі көрпе, төсек бұйымдарын жасауымызға болады екен. Келесі айтатын үй жануарымыз ол сиыр. Сиыр орысша корова, ағылшынша goat деп аталады. Енді сиырдың адам өміріндегі пайдасы, ол оның сүтінен әртүрлі тағамдар жасауға болады. Олар сүт, айран, май және ірімшік, түрлі заттар жасауымызға болады екен. Сиырдың төлін біз бұзау деп атаймыз. Өте жақсы. Және де ары қарай келесі бізде мысық. Мысық орысша кот, ағылшынша cat деп аталады. Мысықтың адам өміріндегі пайдасы, ол үйдегі тышқанды аулап жейді екен, Ол да үй жануарларына жатады екен. Келесіде біз итке тоқталамыз. Ит орысша собака, ағылшынша dog деп аталады. Иттің бізге адам өміріндегі пайдасы, ол бізді, үйімізді және үй жануарларымызды күзетеді екен, Ит адамның досы деп атаймыз, және жұмбақ жасырамын. Кезекті бір жануар, үстінде екі тауы бар. Қане, кім айтады? Жарайсың, тамаша, өте жақсы. Кішкене ғана бойы бар, айландыра киген тоны бар. Ол дегеніміз, Нұрислам? Қой, Қой, өте жақсы. Стоп қалайды, екеу. Келесі жұмбағымыз, үй жанында өмір сүреді, біреу келсе үреді. Қане, аяла айта қойшы, кәне.
сүтті жақсы көреді, жылы жерде жатады. Ол Маржан? Мысық, жарайсың, тамаша. Бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметімізді қорытындылайтын болсақ, бүгін біз оқу қызметімізде үй жануарлары туралы мәлімет алдық. Үй жануарларының төлдерін білдік, және де үй жануарларының адам өміріндегі пайдасын туралы білімдерін жетілдірдік. Осымен бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметіміз аяқталды. Өте жақсы белсене қатыстыңдар. Назарларыңа көптен көп рахмет.